Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен езілмейтін, жыртылмайтын, сочный болып шығатын керемет мантының рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға суымызды қоямыз, және 1 шай қасық тұзымызды, 1 ас қасық сұйық майымызды, және де 1 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымыздың алдымен жарты бөлігін салып, қолымызбен илеп аламыз да, жартысын екінші бөлікке салып, жақсылап қаттылау қамыр илейтін боламыз. Бізде мантының қамыры міндетті түрде қаттылау болуы керек. Сол кезде мантыларыңыз езіліп кетпей, жыртылмай әдемі болады. Міндетті түрде иін қандырып, жақсылап илеп аламыз да, целлофанға салып 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. 15 минут уақыттың аралығында біздің қамырымыз ие қанып, өте керемет болып тұрады. Сол арада мантының арасына салатын салмасын дайындап аламыз. Пиязымызды дәл видеодағыдай кубик тәріздес етіп, 4 бөлшектеп, ұсақтап, турап дайындап аламыз. Тағы да бір айта кететін жайт, қыздар, егер мантыларыңыздың сочный болғанын қаласаңыздар, пиязды көбірек қосуға кеңес беремін. Мен мантыға картоп қосатын боламын. Егер сіз ұнатпайтын болсаңыз, қоспай қойсаңыз болады. Дәл видеодағыдай ұсақтап, кубик тәріздес етіп, бұны да 4 бөлшектеп, ұсақтап, жақсылап турап дайындап аламыз. Ендігі кезекте тартылған етімізді салып, дәміне қарай мен 2 шай қасық тұз салдым осы мастаға, және де қара бұрыш қосамыз дәміне қарай, және де сұйық май қостым. Достар, егер сіздердің үйлеріңізде құйрық май, іш май болса, міндетті түрде қосыңыздар, өте дәмді болады. Және де кішкене ғана су қосамыз. Бұл мантының сочный болуына, сулы болуына көмектеседі. Енді барлығын жақсылап араластырып, дәл видеодағыдай 2-ге бөліп қойсаңыздар болады. 15 минут уақыт өткеннен соң қамырымызды алып, қайтадан жақсылап қолымызбен иін қандырып илеп аламыз да, осы қамырымызды дәл ортасынан теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген әрбір қамырымызды дөңгелек күлшелердің формасына келтіріп, тағы да целлофанға салып, тағы 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Сол кезде біздің қамырымыз өте керемет болып жайылатын болады. Ие қанып, әбден демалған қамыр бізде өте керемет болып жайылатын болады. Осы кеңесті міндетті түрде пайдаланыңыздар. Сол аралықта манты қазанымыздың листілерін жақсылап, сұйық маймен майлап, дайындап алатын боламыз. Неге қараңыздар, ие қанған, демалған қамыр осылай теп-тегіс әдемі болып тұрады. Енді осы қамырымызды ұн себе отырып, алдымен жұдырығымызбен басып, дөңгелек пішінге келтіріп аламыз да, содан соң оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Бастапқыда міндетті түрде дәл осылай жұдырықтарыңызбен басып, дөңгелек пішінге келтіріп алыңыздар. Содан соң оқтаумен қолымыздың ізін келтіріп алып, ұн себе отырып, қамырымызды оқтауға орайтын боламыз. Оқтауға орағаннан соң қамырды шетінен ғана кішкене қатты баспай, жеңіл алақандарымызбен қамырды жаятын боламыз. Қамырды сағат тілімен айналдыра отырып жайыңыздар. Мен көрермендерім, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жалпы достар, мантының қамыры қатты жұқада, қатты қалың да емес, орташа деңгейдегі қамыр болуы тиіс. Ең бастысы, бастапқыда қамырды қаттылау қылып илейміз, және міндетті түрде иін қандырып, демалдырып алсаңыздар, қамырларыңыз әдемі болып жайылады. Мінекей, мен қамырымды осылай жайып алдым. Неге қараңыздар, мантының қамыры осындай қалыңдықта жайылса өте әдемі болады. Ендігі кезекте қамырымызды оқтауға орап, кесуге дайындап аламыз, дәл видеодағыдай. Мантының қамырын кесу барысында дәл видеодағыдай 5 саусағыңызды қоя отырып кессеңіздер, мантыларыңыздың барлығының
көлемі бірдей болып, әдемі болып шығатын болады. Осы кеңесті пайдаланыңыздар. 4 бұрышты әдемі болып кесілетін болады. Кесу барысында осылай 5 саусағымызды қоя отырып, соның жанынан кесетін боламыз. Мінекей қараңыздар, біздің қамырымыз өте керемет болып шықты. Қалыңдығы да, көлемі де өте керемет болып кесілді. Енді қамырымыздың барлығын салмасын салуға жайып дайындап аламыз. Барлық қамырдың арасына бір ас қасықтан толтырып салмасын салып, мантыларымызды екі шетінен бір-біріне жабыстыра отырып, дәл видеодағыдай түйіп алатын боламыз. Енді бұл мантының түйілу жолын барлығыңыз да білесіздер деп ойлаймын. Соны да видеода жалпы көрсетіп өтуді жөн көрдім. Негізінде мен мантыны дәл осы қазір көрсетіп жатқандағымдай түйемін. Ішке қарай бүлдірмей емес, жалпы осылай бір-біріне қарата қысып қоямын. Бұл да өте әдемі көрінеді. Мантының барлығын түйіп дайындап алғаннан соң, листке орналастыру барысында мантының бір-біріне тиіп тұратын жерін міндетті түрде сұйық майға батырып отырып орналастыратын болсаңыздар, дәл видеодағыдай мантыларыңыз жабыспай дана-дана болып пісетін болады. Және де мантының бетін жұқалап міндетті түрде сұйық маймен майлап қоямыз. Беті қатпай, жұмсақ болып пісетін болады. Енді кезекте мантымызды қайнап тұрған суға қойып, бетін жауып, 45 минут арасында пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, біздің мантыларымыз дара-дара болып, бір-біріне жабыспай, жыртылмай әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде менің рецептімді жасап көріңіздер. Ас болсын достар, рецепт ұнаса каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.